осы екі қасиетті орындауға айтады. Бірінші, Алла тәуекел еткен пендесін жақсы көреді. Бол, тәуекел етесің. Тәуекел деген ол не? Рисковать етесің. Риск бар. Қалай болар екен деп жатсың. Сен көзің жұмда бастап кет болды. Қалған Алла өзі құрайды, уайымдама. Демек, байлар тәуекелді жақсы көреді олар. Кедейлер тәуекелден қорқады. Қой, тыныш жүрейін, осы күнге де зар болып қалам ертең. Бармын айырылып қалып ертең, тыныш жүрейін, бір жерімді қысып, тыныш жүрейін дейді. Керек емес дейді. Сол себепті олар кедей дейді. Расында Алла Тағала тәуекел еткен пендесін жақсы көреді. Екінші сыры байлардың, саудаға қатысты. Байлар сабыр деген нәрсені біледі. Нені біледі олар? Тәуекелді бастады, енді сабырды біледі олар. Соңына шейін тыныш күтеді олар. Кедейлер тәуекел ете алмайды, және олар істей алмайды, сабыр ете алмайды. Сол себепті кедей олар дейді. Егер осы екі нәрсені жігіттер, бәрімізге қатысты, кім осыған игерсе, ол адам сөзсіз бай болады. Және Алланың сүйікті пендесіне айналдың. Сен Алланың сүйікті пендесіне айналдың ба, Алла Тағала міндетті түрде саған ризығын бере береді, баракатын береді. Ол адам міндетті түрде руханиде, материалды бай болады.